Hello, you are welcome to our channel. Каналға қош келдіңіздер, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Мен Ақнұр Бейсенбайқызы. Бүгін сіздермен ағылшын тілі 491 быжыбыны қарастыратын боламыз. Ал сіздер дайынсыздар ма? Ал кеттік онда. Өтілген тарау бойынша ол бізде food and drink, тағам және ішімдік. Жалпы сіздердің тараудың аттары. Бірінші тарау бойынша, жалпы быжыбы бойынша біздің қарастыратын дағдылар ол бізде reading, оқылым, және екіншісі бізде speaking. Speaking және reading екеуінің жауаптарын дайындап қойдым сіздер үшін. Алдымен қарап өтейік. Reading ол бізде оқылым. Read the text and answer the questions. Бұндай сұрақ келетін болса, бірден біз не қыламыз? Төмендегі мәтінді оқымаймыз. Бірінші тапсырманы оқимыз. Тапсырма бізде не сұрап тұр? Соны міндетті түрде түсініп алуымыз өте маңызды. Write the correct letter. One restaurant is extra. Мына жерге дұрыс әріпті жазыңыз дейді. Әріптер төменде тұр, яғни ресторандардың аттары. Бірақ бір ресторан артық дейді. Міне ресторанның атаулары. Ал кеттік. Міндетті түрде оқу барысында көкпен жазып қойдым keywords'тарды, яғни кілттік сөздерді көкпен белгілеп қойдым. Which restaurant serves hot and spicy food? Қай ресторан ыстық және острый тағамдарды жасайды. Which restaurant only has desserts and sweets? Қай ресторанда тек қана десерт және тәттілер бар? In which two restaurants can you listen to some great music? Қай екі ресторанда сіз керемет музыкаларды тыңдай аласыз? Great music, керемет музыкалар. Which restaurant is good for people who do not eat meat? Meat это мясо, ет, етті жемейтін адамдар үшін қай ресторан жақсы выбор? Next, which restaurant employs staff trained in Europe? Қай ресторан Европада стаждан өткен қызметкерді қабылдайды? Which restaurant serves an all-day breakfast, including sausages, bacon, and eggs? Қай ресторан күні бойы завтрак үшін құрамында колбаса, сосискасы бар, бейкон немесе жұмыртқасы бар завтрак береді дейді. Ал мына жерге жауаптармен сразу белгілеп қойдым. Давайте бірінші нетіп көрейік, талдап көрейік. Кілттік сөздердің асты сызып алды деп ойлаймын. Are you looking for somewhere special to go this weekend? Do you want to try something new? Check out one of these hot new restaurants. This week's top recommendations. WhatsApp'тағы топовый рекомендациялар, ұсыныстар. Last Days of the Raj, a centrally located Indian restaurant perfect for eating before or after a cinema or a show. In summer, enjoy your meal in the beautiful garden. The most popular dishes are lamb and chicken, cooked with mild, medium, or hot spices. For brave customers, there is extra hot. Міне кілттік сөздер шығып тұр, hot spices, специялар, and extra hot, тым ыстық. Spicy foodтар. Получается, бізде жаңа ол туралы өттік, міне hot and spicy. Қай ресторан екен? Ресторанның төбесі жазылып тұр, міне. Last Days of the Raj. Қайда бізде ол? Мінеки. Жауабы F екен. Келесі. The Taste of Tuscany деген кафе ресторанның аты. Wherever you'd like a great value for money, lunch or relaxed evening in stylish surroundings. This is the place for you. The chefs have all been trained in Italy, and they make both traditional and contemporary dishes. We recommend the pasta and the seafood. A Taste of Tuscany деген ресторанда кілттік сөз бізде trained in Italy. Италия Азияда емес қой? Европада, Значит, Италияда стаждан өткен шеф-поварлар дейді. Значит, бізде жаңағы Европада болған, Европада білім алған, стажировкадан өткен қызметкер, ол бізде Taste of Tuscany C варианты екен, Келесі. You local cafe. Remember when cafes served full English breakfast, sausages, beans, fried eggs, and bacon? Қарап тұрсаңыздар, мына сөздер жаңа бізде бар еді, Кілттік сөздер. With a strong cup of tea. Well, this place still does, and you can have your breakfast at any time you like during the day, while you listen to your favorite tunes from the 1980s.
You local cafe, значит кап. Міне, получается breakfast, including sausage, bacon and eggs. Ол бізде you, your local cafe. B деген ресторанның санын жазып қойдық. Келесі. The Lemon Tree. This pretty restaurant serves healthy food that is tasty too. Come in for a vegetarian snack at lunchtime or a grapefruit smoothie or a cappuccino and a delicious piece of cake in the afternoon. Food is bought from local producers wherever possible. Come in for a vegetarian snack. Қараңыздар. Вегетарианская закуска, то есть веган тіске басарлар получается. Яғни еті жоқ деген сөз, я? Бізде қайсы еді ол? Ет жемейтін деген сөз, я? Ол бізде міне 4-ші тапсырмада тұр. Ол бізде Lemon Tree ресторанында екен. Келесі, мына екі кафені оқымай қояйық, өйткені бұл жерде жауаптары жоқ. Бірден келесіне өтеміз. Chocolate Box. The owner of this small cafe used it to cook all kinds of food, but then she realized that she preferred this dessert to anything else. If you want meat or fish, don't come here. They only do desserts. Lots of different kinds of sweets. Chocolate lovers will be excited by the range of the chocolate cakes. Desserts деп тұр, lots of desserts. Немесе lots of different kinds of sweets. Жаңа айттық, тек қана десерт, тәттілер сататын ресторан екен. Ресторанның аты Chocolate Box. Астынан көрейік. Міне, Chocolate Box. Яғни И жауабы екен, е? И деп белгіленіп тұр. Келесі ең соңғысы musical chairs. Have you noticed how music improves the taste of your food? This new restaurant has different types of live music every night except Sundays. And excellent food to go with it. Great fish dishes, steak and pizza. Monday is a classic rock night. See you there. дейді. Значит, types of live music деп тұр, я? Керемет музыканы тыңдай аламыз. Musical chairs да, ол бізде G. Яғни жауабы 3 екен. Бұл жерде сонымен қатар B-да да, your local cafe-да да біз не аламыз? Керемет музыка тыңдай аламыз. Ол дәлелі тұр. Міне балалар, оқушылар, біз қазір сіздермен оқылымды тексеріп, дәлелдеп, талдап болдық. Сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Бұл жерде жаңа болған сөздерді өздеріңіз словарларыңызға қосып қойыңыздар сандықтарыңызға. Және де талдап болдық. Ал енді қазір айтылымға көшейік. Discuss the questions in a class. Ең алдымен бұл сұрақтарды сыныпта Socratic семинар ретінде талдап аласыздар. Сосын барып мұғалімді сұрақтар қояды. Сұрақтарға мен шынайы өзіме байланысты жауап бердім. Егер сіздерге дұрыс келмесе, өздеріңіз өзгертіп жауап берсеңіздер болады. Сұрақтар былай. Бірінші сұрақ. Which restaurant would you choose to go and why? Қай ресторанға барғанды қалайсыз және не үшін барар едіңіз, я? I would prefer to go to this restaurant, қымызхана, because this place is wonderful with delicious food, especially national foods and drink like бауырсақ, қазы, бешбармақ, қымыз and шұбат. And of course, friendly atmosphere. Мен тіпті қазір сабақ түсіріп отырып, мұнда қымыз ішіп отырмын, я? Қымыз ол менің шынайы сүйікті ішімдігім, я? Кеттік онда. Келесі сұрақ. Егер сіз басқаша жауап берсеңіз болады, я? Мүмкін ішінде караокесі бар дейсіз ба, немесе ішінде бір жаңағыдай телевизоры бар дейсіз ба, я? Өзіңізге ыңғайлы қараңыз, немесе аквариум бар дейсіз ба? Келесі. Have you ever tried foreign food? Describe your experience. Бір шетел өнімін, тағамын жеп көрдіңіз бе? Сол тәжірибені бөлісіп көріңізші, сипаттап беріңізші дейді. Yes, I have. I can remember that I ate Korean food a year ago in a Korean restaurant. I enjoyed it very much. This food is delicious and spicy деп жауап берген. Келесі үшінші сұрақ. Do you ever go on a diet? Yeah? Сіз диетаға отырдыңыз ба? Do you think diets work? Is dieting dangerous in your opinion? Бұл енді примерно жауап бердім, барлығына келеді ғой деп, бірақ менің тікелей жауабым емес. Сіз диетаға отырдыңыз ба? Бұл диета жұмыс істейді ма? Диета жасау бұл қауіпті ме сіздің пікіріңізше деген сұрақ. As a person who has always been overweight, I know absolutely everything about diets. But my experience with dieting was really bad. I was afraid of food and calories. I consider healthy food only the one that is not high in calories. Деп жауап бердім. Келесі 4-ші сұрақ. Do you think that we eat better now that
than we did in the past. Explain your answer. Сіз қалай ойлайсыз, алдыңғырақ өмір қазірге қарағанда лучше ма? Яғни дұрыс тамақтанады ма? Жақсырақ тамақтанады ма? Солай ойлайсыз ба деп тұр. Және өзіңіздің жауабыңызды түсіндіріңіз. Now we eat worse than before because the current food spoils our stomach. It's dangerous деп жауап бердім. Получается, біз қазір хуже, алдыңғы қарағанда жақсы емес тамақтанып жатырмыз. Өйткені қазіргі таңдағы тағамдардың барлығы тетрапакетный, жаңа дайын тағам өнімдері, немесе ішіне көбірек әртүрлі жаңағыдай специялар қосады деген сияқты. Получается, бұл біздің асқазанымызды құртады, яғни бұл қауіпті деп жауап бердім. Және ең соңғы сұрақ, do you agree with genetically modifying the food we eat? What are the advantages of genetically modified food? What are the disadvantages? Получается, сіз ГМО, біз жеп жатқан тамақтардың ГМОсымен бірге келісесіз ба? Қандай жақсы жақтары бар, қандай кері жақтары бар? I really eat genetically modifying foods. Such food is stored for a long time, but it's very bad because the food is saturated with chemicals деп жауап бердім. Яғни мен ГМО қоспасы бар тағамдарды өте аз жеймін. Бұндай тамақтардың барлығы ұзақ уақытқа тұрады, олар сақталады дейді. Бірақ бұл өте қауіпті. Яғни бұлардың ішіне, бұл тағамдардың ішіне өте көп химикаттар қосылады, химикалық қоспалар қосылады. Рас қой? Яғни ГМО дегеніміз сондай әсіресе консервный банкалар сияқты. Міне достар, оқушылар, сіздермен бірге айтылымды аяқтадық. Егер сіздер басқаша жауап болатын болса, мына сұрақтарға сіздер басқаша жауап берсеңіздер болады. Бұл примерно менің жауаптарым еді. Ал сіздермен бірге болған Ақнұр Бейсенбайқызы келесі екінші ПЖП-да кездескенше. Goodbye!